кезекте екінші А сынып оқушысы, атың кім? Айша. Айшаның бізге 20 минут үзіліс кезіндегі оқып беретін тақпағы. Оқи ғой, Айша. Süt қалықтады. Süt бір күні ұйықтапты, қатты ұйықтапты. Ұйықтағаны сонша ұйқып қапты. Ойбай, süt ұйықтап қапты. Қарап отырып, айран болыпты деп ел-жұрт қайран қапты. Süt құйсын қоя алмапты. Айқайлап жатса да оянбапты. Мүлде берекесі қашыпты. Айран болу оңай ма? Бықырып тұрып ашыпты. Одан арман бақырыпты. Ашыған айран. Жақсы, Айша, өте жақсы оқыдың. Біздің кітапханамызда республикалық оқуға құштар мектеп жобасы аясында екінші А сынып оқушылары 20 минуттық кітап оқуда. Сынып оқушылары барлық әріпті таниды, жақсы оқиды. Кәні оқиғыш бір тақпағыңды. Көктем келіпті. Көктем келер балалар еңбек еткен қылшыны. Жазда сая болады. Сен де отырғыз бір шыбық. Сенімен құрдас көк тауда. Сен берер мынау далаға суғарып. Күнде қарасан биіктен қарар балаға. Еңбек етсен балалар гүлдейді қала далада. Бәйтегей де өседі өзің өскен қалада. Оқу білім еңбекпен есейіп күнде ер жеткен балалар әсте бақытты білім алған шөркеттен. Атың кім? Зере. Зере, рахмет, өте жақсы оқыды.